Бұл бір отбасының жүректі ескен оқиғасы. Жас абысыны кенеттен қайтыс болды. Артында 3 бала қалды. 3 кішкентай көз анасының қайтып келмейтінін әлі түсінбейді. Отбасы қан жұтып отыр. Қабырғасы қайысып, әр демі ауыр. Дәл сол күн ораза болатын. Аштық пен қайғы қабаттасқанда адамның көңілі өте нәзік болады ғой. Жаназа намазы оқылып бітті. Адамдар бірінен соң бірі үйге қарай ағыла бастады. Қазақта жаназаға келген адамды аш қалдырма деген түсінік бар. Бұл дәстүр. Бірақ дәл сол күні, дәл сол сәтте бұл дәстүр жансыз салтқа айналып кететінін ешкім ойлаған жоқ. Отбасы жақында ғана әйелінен айырылған отағасын сүйеп отыр. Енесі егіліп жылап, келіндері көз жасын тыя алмай жүр. Олар дастарханды емес, өз жүректерін әрең ұстап тұр. Алайда дәл сол кезде дастархан басына отырған кейбір адамдардың сөзі шыбықтай жаны нәзік келіннің жүрегін тіліп өтті. «Әй келін, пакет әкел, маған да бер, бізге жетпей қалды, әкел» деп жатты. Дәл жаназа үстінде, дәл қайғы ортасында. Адамдар асқа таласып, дауыстары көтеріліп, өздерінің керегін талап ете бастады. Қайғыдан қалтырап отырған келін, жаңа ғана абысынан айырылған, үйдің үлкендері көз жасын сүртіп үлгермей жатып, қолындағы салфетканы тастай салып пакеттерді іздеуге жүгірді. Өйткені ел не дейді деген ой ғана басында тұрды. Әлгі адамдар болса, келіннің көзіндегі жасқа да, үйдің ауыр күйіне де қарамады. Олар тек жетпей қалған пакет, жетпей қалған ас маңызды болды. Ал екінші бұрышта тамақ иісі емес, жаңа ғана дүние салған анасының иісі әлі тарап үлгермеген бөлмеде кішкентай балалары отыр. Еш түсінбей, анашым қайда деп сұрай береді. Сол сәтте оқиға авторы үнсіз отырып, жаны күйіп кетті. Біз қайда барамыз? Қайғының алдында неге адам бола алмай қалдық деген бір ғана сұрақ мазалады. Жаназа дастарханы той емес, жаназа дастарханы тамаққа таласатын жер емес. Ол жұбату орны, ол қолдау орны, ол үнсіз көңіл айту орны. Адамдар кеткен соң келіннің қолы қалтырап, жылап жіберді. Қайғының ортасында біз неге бір-бірімізге талап қоямыз, неге жаназа кезінде әдеп пен мейірім бірінші болмай қалады деді. Оның көз жасы сөзден де ауыр еді. Бұл оқиға жалғыз отбасының басынан емес, бұл бүгінгі қоғамның айнасы болып табылады. Сіз қалай ойлайсыз? Жаназа үстіндегі әдеп пен адамдық өзгеріп кетті ме? Жауабыңызды пікірге қалдыра кетіңіз. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.